Мен қорқынышты фильмді көргеннен кейін ғана жоғары қабатқа шықтым және төсекте жатып демалуды шештім. Мен өзіме келу үшін ата-анамның жатын бөлмесіне бардым. Бізде осындай лабиринт бар. Бір бөлмеге өту үшін бір бөлмеге кіру керек болатын. Мен жарықты қосқанда мен жүгіріп жүрген мүсінді көрдім. Ол мені көріп маған қарай жақындады. Міне, менің қасымда қалыңдық қан және жыртылған көйлек киіп, қолына пышақ ұстап, маған қатты күлді. Мен қорқыныштан көзімді жыбылықтата бастадым. Менде басқа мүмкіндік болмады. Бірақ әр жыбылықтаған сайын ол жақынырақ бола бастады. Ақыры мен бөлмеме кетіп қалып, кереуеттің шетіне отырдым да телефон арқылы досыма көргенім туралы айттым. Ол маған сенбеді, бірақ мен әлде қорқып, ата-анам үйге келгенше менімен телефон арқылы сөйлесуін сұрадым. Ол жақсы деді. Шамамен бір аптадан кейін мен дәретханада бетімді жуып тұрғанда дәліздегі қадамдарды естідім. Мен басымды көтеріп, ата-анамның жатын бөлмесінен шығып, қараңғыда адам мүсінін көрдім. Мен бөлмеден бөлмеге кіріп жүрген күйеу жігіттің костюм киген адамды көрдім. Ол да қанды және жыртылған болатын. Ол пышақты басынан жоғары көтеріп, қатты күлді. Менің жолым болды. Әкем ара есіктен шыға келді, ал әлгі жігіт жоғалып кетті. Туған күніме дейін мен елестерді көрмедім. Бар қиындық басымнан өткендей болды. Менің ең жақын досым екеуміз төменде отырдық. Кейін менде идея пайда болды. Біз бір жоғарыға көтерілуді шештік, бірақ алдымен жертөледегі жарықты қосу керек болды. Мен бірінші бардым. Шамды қосқанда баспалдақтан жоғары жағында кішкентай қыз тұрды. Мені күткендей, ол маған кішкентай пышақ көрсетті. Мен оның киген жыртылған көйлегіне қарадым. Қорқып, мен қатты қаштым. Мен бұдан кейін мұндай нәрсені көрмедім. Бірақ үйде жалғыз қалғанда мен кейде аяқ қадамдарын естимін. Менің достарым кейде біздің үйдегі елестерді көреді. Олар қайда баратын әлі күнге дейін білмейміз. Алайда үй шашылып, ас үйдегі ыдыстар сынып тұрады.